Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге таңғы асқа жеуге болатын негізгі ең пайдалы 4 өнім туралы айтатын боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп қазақша контенттің дамуын қолдай кетіңіз. 1001 парақша арнасында сізге көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Жалпы көптеген адам таңғы асын ішпестен оқуына, жұмысына асығып кетіп қалады. Бірі тәбетім жоқ десе, бірі уақыттың аздығын айтып ақталады. Таңғы ас туралы осыдан да өзге сан түрлі пікірлер де бар. Жалпы таңғы ас ішпесем арықтаймын деп ойлайтын адамдар да баршылық. Негізінде таңертең тамақтанбасаңыз, түскі ас уақытында 2 есе көп тамақтанатын боласыз. Демек, калория саны да көбейеді деген сөз. Таңғы астың орнына дәрумен ішсем, сол жеткілікті дейтін ұстаныммен өмір сүретін кісілер де бар. Таңғы астың орнына үнемі дәрумен ішу, ол өте қауіпті. Мысалы, темір дәруменін үнемі ішетін болсаңыз, ол түнде жиналып қалады. Тамақтың орнын дәрумен не жай су ішумен бассаңыз, ағзаға талшық жетіспейді. Мұндай өмір салты ісік секілді ауыр сырқатқа жеткізуі мүмкін. Сол себепті дәрі-дәрмектің орнына сұлы ботқасын, дәмді тоқаш, қара өрік немесе қайнатылған жұмыртқа жеп, жүрек жалғап алғаныңыз абзал. Таңғы аста ботқа, нан жесем семіріп кетем дейтін де пікірлер баршылық. Ал шындығында жарма неғұрлым ірі болса, соғұрлым пайдалы болады. Оның құрамында протеин, В тобының дәрумендері, кальций, темір мен талшық молынан болады. Сұлы ботқасы холестерин деңгейін төмендететіндіктен ең пайдалы таңғы ас саналады. Сізге күні бойы күш беретін ең пайдалы негізгі 4 таңғы ас тізімін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең біріншісі ол сұлы ботқасы. Сұлы ботқасы басқа ботқалармен салыстырғанда ең пайдалысы. Сұлы ботқасы шотландықтардың ұлттық тағамына айналып, Голливуд жұлдыздарында да әйгілі, кеңінен тараған таңғы ас болып табылады екен. Сұлы астық тұқымдас дәнді дақылдарға жататын 1 жылдық және көп жылдық шөптесін өсімдіктің туысы. Дәнінің құрамында ақуыз, май, крахмал, жасұнық, В1, В2, Е дәрумендері. Сонымен қатар марганец, кремний, кальций, фосфор бар. Сұлы ішектерді артық шлактардан тазартып, іш ауырып кебінгенде қолданылады. Ішек қарын жолын ынталандырып, гастрит, асқазан жарасы, қатерлі ісіктің дамуын тежейді. Сұлы биотин дәруменіне бай болғандықтан теріге пайдалы, дерматит ауруына да шалдықтыртпайды. Келесі екінші пайдалы таңғы астың түріне күріш ботқасын жатқызуға болады. Күріштен жасалған тағамдардың калория мөлшері төмен болады. Сондықтан күріш ботқасының артықшылығы ол арықтауға арналған диетаның ең қолайлы компоненттерінің бірі бола алады. Күріш ботқасы термиялық өңдеу кезінде осы дәнді дақылдың құрамындағы ең қажетті заттарды сақтайды. Сонымен қатар күріш ботқасы арнайы сіңіргіш қасиеттерге де ие. Дәрігерлердің айтуынша күріш ботқасын қолдану ағзадан түрлі зиянды заттарды сіңіру қабілетінде, сол арқылы токсиндерді кетіруге көмектеседі. Оны улану кезінде, оның ішінде тағамды улану кезінде көбірек жеу ұсынылады. Келесі пайдалы таңғы астың түріне қарақұмық ботқасын жатқызуға болады. Дәрігерлер көп жармаларға қарағанда осы қарақұмықтың құрамында ақуыз бен темірдің мөлшері көп екендігін айтады. Сондықтан ол таңғы ас немесе гарнир үшінде таптырмас тағам. Қарақұмық ботқасының құрамында сонымен қатар иод, калий және басқа да маңызды микроэлементтер бар. Сонымен қатар қарақұмықтың құнары аз, сондықтан артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін де ең тиімді жарма саналады. Ал диетолог мамандар қарақұмық ботқасын аптасына 4 рет жеуге болады дейді, қаласа күнде жеуге де болады. Келесі пайдалы таңғы ас түріне жұмыртқаны жатқызуға болады. Жұмыртқаның құнарлы екенін бәріміз де білеміз. Оның құрамында дәрумендер, минералдар, жоғарғы сапалы ақуыз бен пайдалы май бар. Бір жұмыртқаның өзінен А, В2, В5, В12 және селен дәрумендерін табуға болады. Бұған қоса аз мөлшерде кальций, темір, калий, мырыш, марганец, фолат секілді пайдалы минералдар да бар. Сол себепті жұмыртқа тойымды келеді. Ірі жұмыртқа 77 калория, 6 грамм ақуыз, 5 грамм пайдалы май және көмірсулардан тұрады.
Жалпы жұмыртқа қан құрамындағы холестеринді ретке келтіреді. Жұмыртқа жоғары холестеринді өнім саналады. Оның құрамында 212 мг холестерин бар, бірақ бұған қарамастан жұмыртқаны тұрақты пайдалану қан құрамындағы холестериннің артуына түрткі болмайды. Холестерин артерияда жиналып, қышқылданғандықтан ағзаға зиян келтіреді. Алайда жұмыртқаның құрамындағы холестерин тез ыдырататын антиоксиданттармен бай. Екіншіден, жұмыртқа ақуыздарға бай. Адам ағзасы ақуызды синтездеу үшін 21 түрлі амин қышқылын тұтынады. Оның 9-ын ағза өздігінен өндіре алмайтындықтан күнделікті жеген тағамымыздан алады. Ал жұмыртқа амин қышқылымен пайдалы ақуыздарға өте бай. Сонымен қатар, жұмыртқа көзге де пайдалы. Оның құрамындағы лютеин мен зеаксантин көз торында жиналып, күн сәулесінен қорғайтын антиоксидант. Осының арқасында көз аурулары асқынбай, сары дақ нашарламайды. Күнде бір жұмыртқа жеген адамның 4-5 аптада қан құрамындағы өзгерістері нақты байқалады екен. Сонымен қатар салмақ тастауға да көмектеседі. Жұмыртқаның құрамында ақуыз бен май көп болғанымен көмірсу өте аз, сондықтан жұмыртқа тойымды келеді. Рационыңызға жұмыртқаны қоссаңыз, салмақ тастауыңызға да болады. Өйткені жұмыртқаны аз мөлшерде жесеңіз, тойғаныңызды сезіп қаласыз. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Егер ақпараттар көңіліңізден шыққан болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз, себебі алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттарды сіздерге ұсынатын боламын.